Бағана айтып жатыр, баласын қарайды дейді, бірдеңе дейді. Шынымен дайын болмасаң, жай ғана кетші Шерхан болды ғой. Орынды босат болды, кете бер. Онда мәселе керек емес та. Бір жағынан андай Баласахан негізі біреуге ақыл айтқан кезде Шерхан кәдімгідей ой салынып айтады да. Жаңа ғана осы кімге айтты Перизатқа, үміткерге деген сыйластығың жоқ сенің деп айтып отырып, өзің де юанасың, кімге пір боласың деген сөз бар. Шынымен ақылды бірінші өзіңе қарап айту керек та, өзің не істеп жатсың, соған қарап айту керек Шерхан. Бірақ ақылсығанда шынымен бәле дейсің да осы жерде. Ойбай, кәдімгідей ақылды оқып біраз оқып тастаған сияқты айтасың, өзің кәдімгідей бәрін бітіріп тастаған айтасың да, бірақ та үміткердің айтып отқаны сенің орынды өзің мойындайтын шығарсың ол нәрсені. Мен Бекзат құлағыңды негізі ашып қатысушылар негізі бар ғой, қараңдаршы. Адам деген тыңдай білу керек. Мен басында айттым, мен қателігін біліп тұрмын дедім. Үміткердің реніші орынды дедім. Және мен жаңа Перизатқа үміткеріңді сыйламайсың деген жоқпын дедім. Мен баста анау Нұрсұлтан жобадан кеткен, бұл екеуі сөйлеспейміз деп бір осы жерде уәде берген, неге сендер соны әлі қоймадыңдар деп айттым. Кішкене тыңдасаңдаршы, неге үйтесің? Шерхан жоқ, қарашы, енді сен осы жерде кәдімгідей ақылшысың ғой, негізі өзің мойындайтын шығарсың. Отырады, әйтеуір әркімге ақыл айтқанда бәле дейді. Бірақ та өзің ісің ондай емес Шерхан. Шынымен де бәрінің қарнымыз ашып тұрған сол нәрсе. Осы айтып кетіп просто. Үміткердің айтпесе бүкіл орынды. Сен ешқандай бос емес. Сен боссың негізі. Кешке ар жаққа барасың, мына жаққа барасың. Бірақ та үміткерге уақыт таппайсың. Ол түсінікті нәрсе, бізде жігітпіз түсінеміз. Жай ғана үміткерге деген ойың сенің жоқ, 100%. Енді қараңыздаршы, кешірім сұрайын. Ақыл айтасың, ақылшысың, ой сен бүйтесің дейсің ғой, мысалшы. Менің пікірімді ақыл деп қабылдап жүрсең, онда ол сен үшін ақыл болып қалсын. Мен жай ғана барлығына адам ретінде пікірімді білдірем болды. Баласахан, Шерхан, мен айтайын саған, сен өзіңе не керек екенін білмейсің. Фатима. Үміткер келген күні мен жанында кетіп отырмын, тоқтатады мені, мен танысықты тоқтатамын дейді. Мен сені қимаймын, мен өзімді қимаймын деп айтты. Біраздан кейін, где-то полчаса прошло, жаныма келеді да, аялымға мен сені ұнатамын ғой дейді. Шерхан, сен өзіңе не керек екенін білбейсің. Лучше жобадан кетіп, өзің балаңы қарасаң, внимание бер балаңа. Болмаса екеуміз бірге кетейік. Неге мен кет деп жатсың? Өзің жаңа Бекзат досың айтып жатыр ғой, өзіңе қарап сөйле деген сияқты. Вот өзіңе қарап сөйле. Сен де өзің артыңа қара да. Мен ондай әзілмен айтқан, приколмен айтқан, мен онда салтанатқа да айтамын. Көп қыздарға әдемі болып тұрсың. Жалпы комплиментті сендер өзің сезім деп қабылдасаңдар, оған мен кінәлі емеспін. Мен мұндағы барлық қыздарды бірдей көремін. Баласахан, аяулым. Баласахан, мен жаңа Бекзаттың пікірінде қалып кеттім да. Негізі адамды жіберу расымен де қиын. Өйткені ол адаммен ол кісі тұрды деген сияқты ғой. Адамның орнын адам басат қатысушылар. Осы жерге бұл кісі адам табу үшін келіп отыр. Бәрібірде жүректегі дүние, ол ауыр дүние, ол бірден шығып кетпейді. Оны ұмыту қиын. Сондықтан да менің ойымша біздің қазір бұл кісіге, яғни Шерханға атылып отырғанымыз, бұл өте қате тірлік сияқты. Ал сіз әзіл деп қабылдадыңыз ба, мысалы, жаңа айтты ғой? Мен әзілді расымен де әзіл деп қабылдадым. Өйткені Шерхан, мен білетін Шерхан, осы жақта қыздардың барлығына комплимент айтып жүреді, барлығымен жақсы араласады. Мадина. Баласаханым, мына жерде енді Шерхан мен Фатиманың таныстығын көріп отырмыз ғой, және де адамның жүрегі түзете қалу керек дейді. Енді Шерхан сенің жүрегіңді зылдап кішкене үйіп жатқан сияқты, себебі мына жағында аяулымның өзі айтып отырған, енді өзі сөйлеп отырған сол кісінің жағына қарай кішкене жүрегі дызылдаған сияқты. Неге десеңіздер, себебі мына жақта алдындары бір дайындық болып, көрініске дайындалып жүрген кездерінде Шерхан далада өзінің қолына сусындарын алып, бір қызды күтіп жүр екен де, сонымен кім болатын болса, кім дейтін болсақ, ол аяулым екен, оказывается. Аяулымды күтіп жүр екен енді далада. Сол сияқты нәрсе одан кейін, одан бөлек енді жаңағыдай бала деп айтып қалып жатыр ғой. Жалпы енді менің ойымша Шерхан екі ойлы болып жүрген сияқты. Себебі мына жақта бір жағынан аяулым, бір жағынан баласы тұр деген сияқты, миы ашып жүрген сияқты. Баласы енді өзінің көрмегені біраз болып кішкене жүрегі ауырып жүр ғой. Сол себепті енді көрмей жүре беретін болса, негізінде бір айтарым Шерханға ше, менің өзімнің таныстарым болсын, басқа адамдарым болсын, ситуацияларын білем, то что олар балаларын көрмей жүре беріп, біраз уақыт өткеннен кейін ол бала өзінің баласы сияқты емес, інісі сияқты сезініп кететіндерінше, сол жағынан кішкене жүрегі ауырып жүрген шығар деп ойлаймын. Енді бір жағынан сол аяулымның мәселесін еске алсақ, алдындары айтылған кезде ескермей қалған болатын. Онсыз да үміткерлермен танысып жатыр. Ол аяулыммен танысқанда тұрған не бар? Мысалы, ешкім кедергі болып жатқан жоқ. Сіз таңдауыңызды жасап қойдыңыз, осы жақта қарым-қатынас құруға келдіңіз. Аяулымды ұнататын болсаңыз, оның жасырып жүретін несі бар?
Баласы ханым, солай ма әлде мен түсіне алмай өте отырмын ба? дұрыс айтып жатсыз. Негізі жаңа балам темасын жаба салайыншы былайынан. Негізі өткенде енді айтылмай қалды ғой соңында. Қатысушылар өтініш бұдан кейін мен балам туралы пікірлер болмай ақ қойса екен. Себебі ол бұнда отырған жоқ, тек маған қатысты болсын. Және өткен эфирде қалып кетсін дегім келеді. Себебі өзім Алла қаласа, өзім моральны болсын, барлық жағынан дайын болған кезде өзім балама өзім барам. Оған дейін ол пікірді қолданбасақ екен деп тез сұраймын. Ал енді аяулымға келетін болсақ, баласы ханым, мен қазір мынандай ойда жүрмін да, мен қазір кез келген қызбен таныса бергім келмейді. Бүйтіп ойымды білдіріп, сезімімді ашып. Себебі мен қазір зерттегім келеді, асықпай, саралап, біліп, толық бір нәрсе шығады ма, шықпайды ма, содан кейін ғана мен әрекет жасағанды қалаймын. Негізі қарап тұрсаңыз, жігіттер қызығатындай қыз ғой, былай сырт келбеті, қылықтары деген сияқты. Мен оның сезімім болып жатса айтатын едім. Ал сезім ешқандай жоқ. Ешқандай сезім жоқ, жай ғана бір айта кететін жағдай, енді ақыры ашылып жатыр ғой. Өткенде сондай бір ситуациям болды ғой, мен енді эфирда кәдімгідей көз жасқа ерік беріп қойдым. Сондай бір қиналған сәтімде аяулымның маған деген қолдауы ерекше болды да. Өзі айтып, негізі мен түсінемін сізді дегендей, потому что менде де осындай жағдайлар болған деп өз басынан өткен жағдайларды айтып, кішкене менімен бір көңіл бөліскені бар. Одан кейін мен кішкене жақын тартып қалдым да, и әңгімеміз жақсы жарасады. Балауса ханым, Жанболат, кетсем бола ма? аяқтаңыз сөзіңізді. Жаңа ғана осы жерде аяулымға сұрақ қойылған болатын, арт жағынан біреу саған ұнайсың деп айтты ма деген кезде иә деген болатын. Сол сұраққа енді қалай жауап бересің, Шерхан? Сен ұнайсың деп айтыпсың, например, да? Жаңа ғана айтты ғой, мен әзілдедім деді, мына кісі әзіл деп қабылдадым деді. Әзіл ретінде қабылдаған жоқпын деген сияқты қылып айтып отырды ғой. Қазір ғана айтқан жоқ па? Баласы ханым, мен сұрақ болып тұр да. Минуты айтып алайыншы, енді тоқтайтшы. Жанболат, Жалпы көріп жүрік, мана бидің уақытысын айтып отыр, басқасын айтып отыр, бәрі бір-біріне қосқышқа әйтеуір. Шерханның Айдаға деген Айда деп ғой, аяуға деген көңіл жоқ, аяудың Шерханға деген көңіл жоқ. Ағалы қарындас ретінде бір-бірін өте керемет сыйлайды. Айтып алайық енді пікірді бөлмей тұратынды. Бұл жерде бәрі Шерханды көмкіш болып кетті ғой, сен үйтіп атсың, балаңды ойлап үйтіп атсың, шығып кет одан да деп. Өзінің туған баласыма соны ойлайды, сол үшін қамжиды бұл кісі. Оны оған бола жобадан шығарып жібер деп айтатын сендер ешкім емессіңдер. Это, во-первых, одан кейін айтайық, үміткерді сыйламай өтсін дейді. Көңілінен шықпаған шығар қыз. Маны сырласу бөлмесінде шыққанның өзінде көңіл үшін мен жалғастырдым деп сөзіне факт қойып айтып отыр. Дұрыс па? Дұрыс. Жанболат, мына жерде Шерхан айтып отыр, даже кездесуге барғым да келмейді дейді да. Қалай сен кездесуге бармай үміткерді танисың, мен түсініп жатқан жоқпын. Қалай сен ниетің болмайды? Екіншіден мен мына жерде аяулымға сұрақ қойғым келіп отыр да. Аяулым, сен жалпы ажырасқан еркектерге ойың қалай? Негізі осы сұраққа жауап берсең, барлығына жауап табылатын сияқты. Мен талаптарымды айтып кеткен болатынмын. Мен ажырасқан болсын, ажыраспаған болсын, адамның бұрынғы өміріне қарамаймын деп. Бірақ маған Шерхан ұнамайды. Мен ондай әңгіме айтқан жоқпын. Балауса ханым, мен сұрақ қойсам болады ма? қандай сұрақ сізден қазір білеміз? Бізде жарнамадан кейін таныстық не болады? Шерхан мен аяулымның арасында бір нәрсе